Ассалаумағалейкум, құрметті Мун Чжэ Ин мырза. Мен Оңтүстік Корея елінде өмір сүріп жатқан Қазақстан азаматымын. Корея елінде жүрген 35 мың қазақстандықтың атынан олардың жан айқайын өтініштерін бүгін сізге жазып жатырмын. Алдымен қазақ халқын, Корея халқына жасаған жақсылықтары туралы айтқым келіп тұр. 18 ғасырда 100 мыңдай Корея халқының өкілдері Ресей еліне көшіп келген, ал 1937 жылы 172 мың этникалық корей қазақ жеріне мәжбүрлі түрде қоныс аударды. Қаншама қайғы қасірет пен қуғын сүргінді басынан өткерген қазақ халқы тағдырлас Корей халқының жан батпанын тереңінен түсініп бауырына басты. Қазақстанда қазіргі таңда 100 мыңнан астам кәріс азаматтары өмір сүреді. Қазақстанда Корея компанияларының белсенділігі жоғары. Жалпы бүгінгі күнге дейін Оңтүстік Корея Қазақстан экономикасына салған инвестициясы 5 миллиард долларды құрады. Өз кезегінде Қазақстан Кореяға салған капиталдың сомасы 67 миллион доллар. Бүгінгі күні Қазақстанда Оңтүстік Корея капиталы бар 500-ге жуық компания жұмыс істейді. Солардың ішінде Hyundai, LG, Samsung, Lotte, SK сияқты компаниялар Қазақстанда табысты жұмыс атқаруда. Қазақстан Корея үшін маңызды, қауіпсіз әрі тұрақты серіктес саналады. Қазір үкімет жаңа солтүстік экономикалық саясат жобасын жүзеге асыруда. Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасында бизнес байланыс жаңа сатыға көтерілмек. Құрметті Мун Чжэ Ин мырза, сіз әрбір Кореяға келіп жатқан шетел азаматтарын өміріне алаңдайтыныңызды білеміз. Корея елінде жүрген 35 мың қазақстандықтың атынан сізге өтініш. Кезінде біздің ата-бабаларымыз кәріс халқына көмек көрсетіп қолдау көрсеткен. Енді Корея халқы, Корея басшылары бізге Қазақстан азаматтарына қолдау көрсетіп, бізді заңды мигрант болуға қолдау көрсетіп, жұмыс визасын ашып берулеріңізді сұраймыз. Бізде басқа елдер сияқты Кореяға заңды келіп, ауруханаларға түскен уақытта жеке басымыздың сақтандырылғанын қалаймыз. Ресми ақпараттар бойынша Оңтүстік Кореяда 35 мың Қазақстан азаматтары бар. Олардың 10 мыңы заңсыз мигранттар. Елшілікте тіркелгендердің саны 1000 адам. Төтенше жағдайлар кезінде қалған 9 мың адамның өмірі не болмақ? Қазіргі уақытта 67 адам әртүрлі жарақаттармен Корея ауруханаларында ем алып жатыр. Біз блогер журналистер қолдан келгенше қайырымдылық жасаймыз. Алайда барлығына бірдей көмек беру мүмкін болмай жатыр. Бір жылдың ішінде 35 Қазақстан азаматтары әртүрлі жағдайларда қайтыс болды. Марқұмдардың денесін Қазақстанға туған жер топырағына жеткізу үшін 8 миллион вон кетеді. Бұл Қазақстан ақшасымен 3 миллион теңге. 3 миллион ақшаны Қазақстанда қара халыққа табу оңай емес. Егер азаматтардың жеке бастары сақтандырылғанда, денесін елге жеткізу біз үшін әлде қайда жеңіл болатын еді. Өкінішке орай қара халықтан ақша жинауға мәжбүр боламыз. Туу мен көшіп келу тұрғындар санын көбейтеді. Халық санын көбейту қоғамның негізгі мәселелерінің бірі. Бір жылдың ішінде 60-тан астам қазақстандық қыз келіншектер кореялықтарға тұрмысқа шыққан. Олар 200-ден астам сәби дүниеге алып келген. Соңғы санақ нәтижесі Кореяда Қазақстан азаматтарының санын өскенін көрсетті. Коронавирусқа байланысты 2020 жылы Қазақстан және Корея үшін ауыр жыл болды. Ал Кореяда жүрген отандастарымыз коронавирус індеті өршіп тұрған уақытта Қазақстанға көмек ретінде бір жылдың ішінде 250 миллион доллар ақша аударған. Бұл заңсыз жүрген мигранттардың жіберген ақшалары. Сол ақшаларға біздің елдің экономикасы аз да болса өзгеріп жатыр. Корея халқына алғысымыз шексіз. Коронавирус басталғалы Кореяда жүрген шетел азаматтары өз елдеріне қайтып кеткен болатын. Солардың ішінде отандастарымыз да бар. Коронавирус басталғалы Кореяда көптеген завод, фабрика, құрылыс алаңдары жұмысшылар жоқтығын, адам саны жетпей жатқанын көрсетті. Егер мүмкіндік болса, Қазақстан азаматтары Кореяға қайта келіп, жұмыстарын әрі қарай жалғастыра алады. Егер Қазақстан азаматтарында жұмыс визасы болса, Қазақстан азаматтары Кореяда үлкен өндіріс орындарында емін еркін жұмыс атқарып, өздерінің жеке кәсіптерін Кореяда аша алады. Қазіргі таңда Кореяда 43 Қазақстан
асханалары жұмыс істеп тұр. Еңбек визасымен жұмысқа жылдам әрі оңай орналасуға болады. Артық қағаз басталық жоқ. Біз Кореядағы қазақстандықтар осы жерде алған көрген үйренгендерімізді Қазақстанға барып үлкен кореялық компаниялармен бірлесе жұмыс жасауға дайындалып жүрміз. Алайда барлығы заңды құжат жүзінде болғаны жақсы. Қазақстанның оңтүстік Кореядағы елшілік өкілдері отандастарымыздың өмірі үшін алаңдап, әрқашанда көмек қолдарын созуға дайын. Алайда елшілік әрбір қазақстандықтың жеке басын сақтандырып, оларға жұмыс визасын бере алмайды. Құрметті Мун Чжэ Ин мырза, сіздің 2021 жылы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзамен мемлекеттік жоспарлар бойынша кездесуіңіз бар екенін білемін. Сол кездесуде екі мемлекет басшылары ортақ мәмілеге келіп, қара халықтың жұмыс визасын шешіп берулеріңізді сұраймыз. Біз жастарға тек қана құжат жағынан қолдау керек.